Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзімнің тапсырысқа жасайтын творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Мен көбінде осы рецепт бойынша жасаймын. Бір жасағаннан ақ әдемі болып шығады. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа, қант қажет болады. Жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Қажет мөлшердегі ұнды електен өткізіп, бір шай қасық разрыхитель салып, міндетті түрде сармайларыңыз бөлме температурасындағы болғаны жақсы. Қамырды илеген кезде жақсы бірігетін болады. Қамырды илеп болған соң, холодильникке 20 минутқа салып қоямыз, целлофанға орап. Енді ішіндегі салмасын дайындаймыз. Творогтың міндетті түрде дәмі жақсысын алыңыздар. Негізі осы пирогтың дәмін келтіретін осы творог және қаймақтың 20-25%-ін қоссаңыздар болады. Пирогқа қажетті мөлшерде қант және жүгері крахмалын 2 жұмыртқаны қосып жақсылап араластырамыз. Егер де блендер болса, блендермен жақсылап езіп алғандарыңыз дұрыс. Егер де ондай аппараттарыңыз болмаса, шаншқымен болмаса мен сияқты езіп алсаңыздар болады. Мендегі форманың диаметрі 26 см. Дәл осылай мен сияқты формаға жақсылап жайып аласыздар қамырды. Бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалмасын. Енді дайындап алған салмамызды ішіне салып, алдын ала пешті қыздырып алыңыздар 5-10 минутқа. Тағы да ескеретін жайт, пирог піскен кезде міндетті түрде суығаннан соң барып формасынан ажыратыңыздар және толық суығаннан кейін барып кессеңіздер болады. Әйтпесем арасы кішкене қатпауы мүмкін. Сондықтан жақсылап 2-3 сағаттан кейін барып кессеңіздер болады. Дәл осы видео пайдалы болып жатса, лайк басып өз пікіріңізді осы видеоның астына жаза кетіңіз және осы рецептпен жасап көріп жатсаңыз, жақындарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Мен өзім қаншама рецепттерді көрдім, бірақ осы рецепт бойынша басқа рецепттермен дұрыс шықпайтын, арасы піспей қала беретін. Енді тек осы рецепт бойынша жасаймын және тапсырысқа да осы рецепт бойынша істеймін.